Нағыз қайда жүр? Қалайсың? Папамның машинасы бұзылып қалған ғой, трактормен келдім. Жүріп кеттік, уже басылып кеткен шығар. Давай қой көтеріп жарысайық. Мен көтер алмайым. 198, 199, 200. Капец, сен күшің көп, массагын. Күшті өтіп жатыр, ауыл партиясы мықты ұйымдастырған. Жылқат концерт башталады, давай! Мә, бүгінгі күн күшті болды, рахмет саған. Жүр онда кет, мен ауылыма барайық. Жоқ, мен ауылға бармайым. Барасың? Мен сені алып қаш кетем. Тоқ папасы, қараш қызыңа қоймай жауап жатыр. Ой, қызым, не болды? Тып-тыныш отыр ғой, ой, жаным сол. Папаң келсе болды, өтірік жақсы қыз болып қаласың, не? Өйткені мен папаның қызымын. Сен сөйлей аласың ба не? Я сөйлей алам. Қара қызым сөйлеп жатыр. Шын айтам, жаңағыны сөйлеп жатқан. Прикол ұстай бермеш. Қара қызымыз не деп жатыр? Той, мен уақытым жоқ, жұмыс істеу керек маған. Жоқ, шын айтам, жаңағыны биді айырып жатқан. Әй қыз, неге папаңның көзінше мен жынтығып тұрсың, а? Қаз папаңды шақырам, сөйлей ұқтың ба? Давай шақыр. Как раз папа кеткен кезде сен маған мультик қосып, өзің тикток қарап жататынды айтайын. Ей, қызым, не болды? Қасындайым ғой. Саған өзіңе бірдеңе керек емес пе? Маған көп көйлектер, сосын кукла Барби керек. А еще біздің үйде интернет мүлдем ұстамайды. Мультиктар үнемі қатып қалады, көру мүмкін емес. Одан да Билайнның премиум отбасы пакеті. Сен қай жылғысың? Мен 2008. Қанша? Ал сенші қай жылғысың? Мен 98. Ой, түгетпейді. Махаббат жаса қарамайды. Өзің жайлы айтып берші маған. Мен сол офиста жұмыс істеймін, бухгалтермін. Не істеп отырсың? Мен просто ұзақ әңгіме тыңдай алмаймын. Кемпірлермен скучно екен. Мультфильм қосып қойыншы, а? Ой, неге жемей отырсың? Тағы бірдеңе заказ бересің ба? Любой нәрсе заказ бере бер, өзім төлеймін. Бұл жер абадан алаш деп айтылады. Менің мама папам всегда осы жерге алып келеді. Тамақтары дәмді, летнигі бар, күшті, еще экраны бар, матч, кино, видео, любой нәрсе көре берсең болады. Еще детский площадкасы бар екен. Мені күте тұр, я қазір. Кірді екен. Ой, мамам звондап жатыр. Алло, мама? Ой, в смысле, ақша бермеймін? Мен свиданияда отырмын ғой. Жоқ, мама, мен үйге барып макарон жемеймін. Мен ападан алаш тамағын жегім келеді. Ақша жіберші. Бар ғой, мына счетты өзің төлей саласың ба? Мамам просто ақша беріп жатыр. Ой, счеттың бәрін өзім төлеймін. Мен кеттім, сен мен үшін тым кішкентай екенсің. Ей, таксиге де ақша берші. Туф, кемпірлер, қатыгез болады екенсіңдер. Райондағы братандар. Аналар кімдер? 2011-лер ғой. 2011? Өздерінше өтті, мен барып бір шапалаға беріп қайтайыншы барып. Оларды обратно ұралады екен ғой. Амандаспайсың ба не? Екінші қолың запатылы ма? Үшінші қолың ше? Ей, инопланетянсың ба? Ойнап айтып... Жіберсе, ойнап айтатын. Ол, бара бер. Братик, бергеш. 20 теңге берем, үстіне тиын қосып сушняк алып қайтшы бар. Ля, братан, қойшы, братан, лучше ұрасаш, братан, мәйден ұрыш, баншы. Атсынан ал, кең қалайын, братан, почкам алмыр, деп отырып болам, братан. Жоқ, просто тиын қосып аласың ана жерде. Қойшы, братан, ұрмасам, өз-өзін дұрасылам. Бармай, өзім барып келе салам болды. Точно ма? Өзім бара салам болды. Қазір ғанимен шығасың ба? Шығам, братан. Мен шыдамайтын ем ше. Резко тұрған жер, мен шыдамайтын ем. Шорттар көп сөйлей береді. Шорттар көп сөйлейді деп тұр ғой, прикинь. Найқа шөпке бар төгесіңдер. Сен Айдананың інісі емессің ба, я? Айдана қайда? Айдана 11 сынып өткеннен кейін Гео онлайнның конкурсына қатысып жатыр. Бір апта курсты тегін оқып 1 миллион теңге және курсқа грант жеңіп алуға болады екен. Соған қатысуға кетті ғой. Дұрыс, оқысын. Ертең келін балаларың оқыған деп айтчайым ғой, короче. Ешнәрсе сәлем айтса Айданаға, қараша. Естіп қойдың. Осы сен мен дуалап алған жоқсың ба? Мен сияқты әдемі қызды қалай сындырдың? Мен сені дуалап? Сіз қыздар дуалап бере аласыз ба? Ой, менде дуалайтын қыздардың түрі бар. Мына қыз Жәмила, ақыл десең ақыл, сұлу десең сұлу, еще байдың қызы. Басқа қыз бар ма?
мына қыз қалай саған? Аты Сәуле, ой, пысық сиыр десең сиыр сауат, беш бармақтың түбін түсіреді. Еще ауыл партиясының мүшесі. Білесің ғой, қазір ауыл партиясы ауылдарды гүлдендіріп жатыр. Жоқ, маған басқа вариант керек. Тағы қандай варианттарыңыз бар? Енді нені көрсетім? Бір болмайтын Айжан деген вариант бар. Мінезі ит, жалқау түске дейін ұйықтайды. Қолынан боқ та келмейді. Бір красавица деп те айтпас едім. Осы қызды маған дуалап бергізші. Қумаш, дуаласам Анджелина Джоли дуалап алмайын ба? Сенің бай роднойың. Басеке мені киіңіз. Болды осың. Аға, бізде собой киіп әкелуге болмайды да, камерадан қарап отыр, ертең көрсе жұмысына шығып кетейін деп тұрмын ше. Інім қазір $1000 берем өзім. Беймарал ойнай берсеңіздерші, камерада өзім отырмын ғой аға. Әдем аға. Мынау не мынау? Не емес, кім бұл Басеке? Адам ғой. Бізге ұқсайтындар бар ма не? Басқа тағы қол аяғы барлар? 8 миллиард бар ғой Басеке. Мен Джекижан, Трамп, жаңа тағы бір екі адам бар, болып деп жүрмін, қалған бәрі роботтар істейді деп ойлап жүрмін ғой. Қызық қой мынандайлар. Үйге алып қоятын екен біреуіне. Түсті ма? Жоқ. Қатты демалма дедім ғой, мына кейді жылжытып жібердің ғой. Братан, мына столдың үстіне адам жатқызып неғылуға болмайды да, бізге ұрсат ше. Дәурен, мынаны. Болды аға, әдем, жата беріңіздер. Просто бір көріп кетейін деген машин. Басқа адам алып келіңдер, сонда арықтау, мына жер ямы балап келіңдер. Жатам, кім ұрады енді, мен ба? Аға, үйтіп ойнамайды ғой, анау столдың үстіне қойып ұрасыз ғой. Жоқ, адамды емес аға, шарикті ұрасыз ғой. Жоқ, бұлай емес қой енді аға, енді әдем қылып өзінің несі бар ғой ұратын. Жоқ, просто 5-6 адам мұрны ғана кетті, анау басшы. Мен скорый шақыра салайын аға. Жоқ, маған қарай емес аға, ары қарай ұрыңыз. Аузыңды қатты ашып тұршы, мен ұрған кезде ровно 9-ға тию керек та анау. Аға не істеп жатсыздар? Бәрін камерадан көріп тұр ғой не анау? Ей, інім, сатып ала салайықшы, мыналар сатыла ма өзі? Болады ғой, найза фабрикасында бәрін сатамыз ғой. Мына сіздер ойнап жатқан столиктер новыйдан келіп жатқандар. Плиталары сланец болып келеді да. Борттардың бәрі противударный. Еще анау кей жаңағы бор дейтін аксессуарлардың барлығы Қазақстан бойынша ең арзан бағада бізден ала аласыздар. Наличие ала аласыздар, складта бар. Одан бөлек предзаказ беріп қойсаңыздар болады. Енді сезонға дайындық, өзіңізге бильярд ашам десеңіз. Болды інім, біз аламыз қазір. Төртеуін салшы бізге үйге сап. Болды ғой братан. Әдем, ойнай ұра беріңіздер. Білгеніңіз істей беріңіз братан. Мен Кешіріңіз. Біздің балаға күліп айттың ғой. Жота бізді келін болатын сияқты. Мама, папа, не істеп жүрсіздер? Несі, жап аузыңды. Біздің ұлымыз сияқты жақсы жігіт таппайсың. Өте жақсы жігіт, пенсионқысы жүріп тұр. Міне қараш, қанша дипломы бар. Еще 2-ші класста жігіт сыныптан 1-ші орын алған. Еще қанша медальдары бар, қара. Спортсмен, просто кішкене торымыз әйтсе жақсы жігіт. Пазор қылмаңыздаршы, мама, папа. Жапшы аузды, сен 45-ке келіп үйленбеген пазор емес пе? Біздің үйге келін болсашы, өкінбейсің, өте жақсы отбасымыз. Жағдайымыз да жақсы, ауылда малымыз өте көп. Мен еще ауыл партиясының мүшесімін. Біз қазір ауыл партиясымен ауылдарды гүлдендіріп жатырмыз ғой. Жотам қызым, бізге келін боласың ба? Келін сіздерге? Мә, қойыңыздаршы, келіспейді бәрібір. Иә, келісем, как раз отырып қалған едім. Иә деді. Бүкіл ауылды шақырғасыңдар ма? Иә деді. Күйеу бала қайда? Ойя, кең ауыз қашып кетті ау тағы да. Қорықпаңыздар, өзім ақ оны тауып аламын. Ал, жеттік. Марат аға, жүріңіз, шай ішіңіз үйге барып. Есің дұрыс па? Үйде дым жоқ қой. Уайымдама, жоқ, керек емес деп айтады, бәрі сөйтеді ғой. Давай, ішейік. Иә, жүріңіз онда. Шай қойық. Мә, үйлерің керемет екен ей. Мә, айып етпеңіз, сіздің келетіңіз білмей қалдық. Әйтпесе қой сойып, ет асып, қуырдақ, манты бәрін істеп қойшы едік. Өй, істей беріңдер, мен ешқайда асып тұрған жоқпын, как раз қарным ашып тұр. Иә, қазір істейміз. Бар, істей ғой. Ей, братишка, бер кел. Енді үйіңе бір чет кеп тұрмын ғой, саған $100 көріндік менің атыма. Өй, керек емес аға. Керек емес болса жарайды, бермеймін. Чотам, чай дайын ба? Ай, рахмет, тойдым. Қойғанда мен ауылға қайтайын онда. Өй, қайда асықтыңыз? Осында қонсаңызшы бүгін. Бүгін емес, бір апта осы үйде қона беріңіз. Қона берейін ба? Болды ғой, онда мен бүгін осы үйденмін ғой. Қос телевизорда. Ағаңның жатқанына бір апта болды ғой, қайтсын да үйіне айтсаңшы бар. Аға, қалайсыз? Не көріп жатсыз? Кино көріп жатқанмын ғой. Өй, ауыл партиясы, мен осы ауыл партиясының мүшесімін ғой. Қазір осы ауыл партиясымен біз ауылды гүлдендіріп жатырмыз ғой. Шотам, мен ауылымды сағындым. Жусанның исін сағынып тұрсыз ғой, я? Мен бар ғой, ауылыма қайтайын. Сендер ренжімейсіңдер ма? Жоқ, ренжімеймін, жарайды, қайтайын онда. Жақсы, сау болыңдар.
тағы жатпадыңыз ба біздің үйде? Осында тұра берсеңізші, өз үйіңіздей көре өз үйіңіздей көріңіз. Өз үйіңдей көр? Болды ғой онда осы үйде тұрған ауылды сағындым деп едіңіз ғой. Бір ақ сағаттың жүре барып келіп жүре берем ғой. Чотам қос киноңды онда. Ойлаш, Айгүлмен барып ажырасайын деп жатыр екен. Кетшар, не үшін? Білмеймін, сұрамадым. Біздің көрші Жәнібек бар ғой, соның әйелі апасының көзіне шөп салып жүр дейді. Серьезно? Еще кіммен десеш? Кіммен? Білмеймін, сұрамадым. Біреудің өмірін не істейді? Өздері біледі ғой. Менің класстасым Қайраттың папасы бар ғой, өзінің туған папасы емес екен, ойлашы. Кім сонда? Білмедім. Интересоваться етпедім. Танисың деді, бірақ сұрамадым. Не істеймін біреудің өмірін?